Сәлем достар, сіздермен бірге мен Тоғжан Қалаев, және сіздер көріп отқандай, мен очки киемін. Және мен очки кигеніме 1-2 айдай болды. Көп маған жарасады дейді бұл очки, бірақ мен өзімді көрсем очкимен айнада және күлкім келеді біраз. Қалай ойлайсыздар, маған жараса ма очки, жараспай ма? Жарайды. Бүгінгі видеода бізде болған жоқ деген видео болады. Ол үшін менде мынандай 2 қағаздар, не болған жоқ, және де болды. Және де мен сіздерге айтқан болатынмын, комментарияға жазып кетіңіздер деп, болды болмадыға сұрақтар. Және де сіздер жазып кеттіңіздер, және де қазір сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Айтпақшы, бұл видеода мен сәлем жолдайтын боламын сіздерге, кім сәлем жолдаш дегендерге. Себебі сіздер өте қатты сұрапсыздар. Бірінші мына сұрақтарды Нұргүл Таңатар жазыпты. Және де оқиық. Бірінші сұрақ: сабақтан 2 алып көрдің бе? Және де әрбір оқушы 2 алып көрген шығар енді. Бұл менде болды. Бірақ мен отличницамын. Енді екінші сұрақ: сабақтан қашқан кезің болды ма дейді. Жоқ, мен сабақтан қашып көрген емеспін. Және де жалғыз өзім қашып көрген емеспін. Егер мысалы барлығы қайта жатса еріне, мен де қайтам үйге. Және де болған жоқ деуге болады. Қашып көрген емеспін. Келесі сұрақ: үйіңде бір ыдыс сындырған кезің болды ма? Миллион ыдыс сындырдым мен үйде. Маған сәлем жолдашы дейді Нұргүл Таңатар. Сәлем! Келесі сұрақтарды өте қызықты деген адам жазды. Және де ол өте көп сұрақ жазып кетті. 9 сұрақ. Бірінші сұрақты оқиық. Досыңмен саяхатқа шықтың ба? Енді қалада қыдыруға, сонда мысалы велосипедпен әлде жаяу шығып көрдім. Абылай бір алыс жерлерге шығып көрген емеспін. Енді қайсын таңдарын білмеймін. Және де келесі сұрақ: анаңмен немесе әкеңмен ұрысып көрдің бе дейді. Былай айтқанда, олар маған ұрысып көрді, бірақ біз тез тіл табысып кетеміз, сондықтан бұл жерде қайсын таңдарын білмей тұрмын. Үшінші сұрақ: үй жұмысын орындамаған кезің болды ма? Болды, үй жұмысын орындамаған кезім болды, бірақ кейде случайно мұғалім сұрамаған кездерде болады үй жұмысын. Төртінші сұрақ: інің немесе сіңліңді ұрып көрдің бе? Мен бауырымды ұрып көрген кездерім болды, енді шынымды айтсам. Бірақ мен білмеймін, бауырым қалай мен шыдап жүр. 5-ші сұрақ: қашан тез өсем деген арман болды ма? Әзірше есімде жоқ, кішкентай кезімде мүмкін армандаған шығармын. 6-ші сұрақ: әкеммен көп араласып немесе жағдайыңды айтып отырдың ба? Болды. 7-ші сұрақ: үнді киноларын қараған кездерің болды ма? Болды. Және негізі мен үнді киноларын көп көрмеймін, және қазір де көрмеймін, бірақ көрген кездерім болды. 8-ші сұрақ: 5 жастағы балаларға арналған мультиктер көрдің бе? Мен бауырыммен ылғыда мультик көремін. 9-ші сұрақ: 4 жастағы ұл баламен алысып ойнадың ба? дейді. Мен бауырыммен ылғыда алысатынмын. Сосын Айханым ханым деп сәлем жолдашы дейді. Айханым ханым, сізге сәлем жолдаймын. Сәлем! Жарайды, енді келесі сұрақ. Келесі сұрақтарды аяука жазыпты. Бірінші сұрақ: сабақтан қашып көрдің бе дейді. Тағы да сондай сұрақ. Жоқ, мен сабақтан қашып көрген емеспін. Екінші сұрақ: ата-анам ұрысқан кезің болды ма? Болды.
үшінші ағаң немесе сіңіліне келген бір нәрсені бүлдіріп қойған кездерім болды ма? Я, болды. Менде маған әдемілеп сәлем жолдаш дейді. Аялка, шын жүректен саған сәлем жолдаймын. Және келесі сұрақтарды Акося Казбековна жазды. Бірінші сұрақ, біреуді жақсы көрдің ба дейді. Я, болды. Екінші сұрақ, сахнаға шығып өлең айтып көрдің ба дейді. Өлең мен бастауыш сыныпта ылғыда әртүрлі іс-шараларға, немесе сайыстарға қатысып өлең айтатынмын. Ал ән айтып ешқашан шығып көрген емеспін сахнаға, ал өлең болсам, я, болды. Достар, ол не бұл? Барлық сұрақтар болған болатын. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Егер видео ұнаса, лайк басамыз, каналға жазыламыз. Және де менің әлеуметтік желілеріме ссылка әрине видеоның астында болады, сіздер білесіздер. Және де мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар!